Қайырлы күн достар, менің есімім Арман Берікқалиұлы. Жібек жолын жаңғырту бизнес академиясының онлайн сауда интернет дүкенінің негізін қалаушысы және жетекшісімін. Бүгін мен сіздерге компания туралы толық ақпарат және командамен таныстырамын. Ал ендеше кеттік жұмысқа. Бұл жерде бізде сату бөлімі. Компанияға келіп түскен телефондар, ақпараттарға толыққанды жауап беріледі және де сіздердің кез келген сұрақтарыңызға жауап беретін бөлім. Яғни сату бөлімі. Сату бөлімі дегеніміз, мысалы сіз интернеттен біздің жарнаманы көрген кезде, оның астында телефонға қоңырау шалсаңыз, осы бөлімге түсіп, осы жақта сізге толыққанды ақпарат беретін болады. Болатын болсаңыз, сізге қажет жоқ. Сіз қанша мүмкіндік бар, сонша беріңіз, сол кезде WhatsApp-қа жіберейін. Сол кезде бізде көрсетеміз. Ең арзан бағада сайттарда көріңіз. Сол кезде сіз WhatsApp-қа шығамында картасына. Бізде студенттерді оқытатын аудитория. Біз тікелей Қытаймен қалай бизнес жасау керек екенін курсымыз бар. Сол курста міне осы жерде студенттер келіп, оқып, өздерінің білімдерін алады. Және де бұл жерде барлық жағдай жасалған. Міне жүріңіздер, көрсетейін сіздерге. Сабақ беріп жатқан кезде мен осы жерде тұрам. Осы жерде тұрып, жаңа студенттерге сабақ берем. Студенттерге барлық жағдайды түсіну үшін мүмкіншіліктердің барлығын жасап қойғанбыз. Және де бізде онлайн сабақ береміз. Онлайн сабақ берген кісілерге біз міне осы камера арқылы тікелей трансляция жасаймыз. Тікелей трансляция жасайтын бізде арнайы мамандарымыз бар. Техниктер деп айтамыз. Міне өздеріңіздің алдарыңызда отырған Исабек мырза тікелей онлайндарға дауысы естіліп, ешқандай өшіп қалмау үшін мүмкіншіліктер жасайды осы жерде отырып. Аудитория өте үлкен, өте жақсы, ашық, кең. Екінші жартысында бізде және де мысалы тікелей Қытайға шыққан кезде біз студенттерге немесе өзіміздің клиенттерге көмек жасаймыз. Көмек жасаған кезде бұл жерде эксперт тобы деген бар бізде. Эксперт тобында қыздарымыз осы жерде отырып, сол тікелей Қытайға шығып, тауарларды сөйлесіп, және де бізде тағы да қоймамыз бар. Сол қазір сіздерді қоймаға апарып көрсетемін. Жүріңіздер. Жаттап алыңыздар, 237-ші қойма. Бұл Жібек жолын жаңғырту бизнес академиясының және онлайн сауданың өзінің жеке қоймамыз. Мысалға студенттер тауарға заказ берген кезде тікелей Қытайға, сол Қытайдан, Гуанчжоудан Харгосқа, Харгостан осы Алматыға, осы жерге, осы қоймаға келеді. Және осы қоймада Нұржан мырза, бұл тауарлар бөлімінің бас маманы, осы тауарларды өңдеп, бөліп, кімге қандай тауарлар, қай қалаға кетуі, соның барлығын реттеп, сол қалаларға жіберіп отырамыз. Міне сіздерді бүгін мен Жібек жолын жаңғырту және онлайн сауда компаниясының жұмыс процесімен таныстырдым. Енді біз бұл жетістікке бар жоғы 10 айдың ішінде жеттік. Алдағы уақытта бізде үлкен жоспарымыз бар, үлкен мақсатымыз бар. Бүкіл Қазақстанның Жібек жолын жаңғырту. Және де сол тауарларды Қытайдан алып келіп Қазақстанға құрастырып, шет мемлекетке шығарып сату, яғни бизнесті жасау. Енді сіздер бір жылдан кейін көресіздер біздің қандай компания болатынымызды. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы, тамаша. Бағанағы мәселен қалай шешілді ме? Иә, шешілді. Тамаша.